Бұл сұрақ, ол Құдай разы болатындай, бұл қандай жоба? Бұл жоба сөзбе-сөз әлемді секуляризациялау, яғни әлемді толығымен діни сенімдерден айыру. Дәл осы себеппен ол Novus Ordo Seclorum деп аталады. Жаңа зайырлы немесе әлемдік тәртіп. Кейде ақиқат соншалықты айқын болғандықтан елеусіз қалады. Сондықтан сізге өзіңіздің әлемге деген көзқарасыңызды жай сенімнен рационалды сенімге өзгерту қажет. Сол кезде сіз шын мәнінде бұл әлемде не болып жатқанын көре аласыз. Расында біздер мүлдем менсіз бағдарламада жасаймыз ба? Біз әлемде еркін өмір сүреміз бе? Әлде барлығын бірнеше элиталар басқара ма? Өзіңіздің санаңызды оятыңыз.